Облыстық халық шығармашылығы орталығында бүгін қос алыпқа арналған керемет шара өтті. Осы шараға арнайы көрме дайындап алып келгеніне біздің өнерпаздарымыз бар. Ендеше Бәкірдің туған өңірі Байғанин ауданына кезек берейік. Бұл шараға арнайы Бәкірдің ұсынған заттарынан көрме алып келген Жандос мырзаға кезек берейік. Жандос мырзаны алып келіп тұрған көрмелеріңізбен біздің оқырмандарымызды таныстырып өтсеңіз. Саламатсыздар ма? Бүгін Байғанин аудандық музейінің қорында сақталған жылжымалы көрмесін сіздерге ұсынғалы әкелген болатынбыз. Енді бұл жерде Бәкір Тәжібаевтың құнды жәдігерлерінің бірі өзінің киген киімі, сырт плашы секілді осындай киімдері бар. Және де өзінің осы өнер жолында аяқ басқан уақытындағы сенімді серік еткен сол кездегі өзінің домбырасы, осы Ақбұлақ өлеңін де осы домбырамен шырқаған болатын. Қаншама шығармаларын осы домбыраның үнінде қосқан болатын. Және де бұл Бәкір Тәжібаевқа Алматыдағы спорт мектебінің сыйлаған сый ретінде осы қаламсап қоятын бір жәдігердің бірі. Және де өзінің сағаты, жең күймесі, және де осы Бәкір Тәжібаевтың қарындасы Қибат есімді апамыздың сол музей қорына берілген жәдігерлердің бірі. Осы ақын Бәкір Тәжібаев атамыздың портреті. Оны суретші Құлбатов Рашид есімді жарған тұрғыны салған болатын.